Баршаңызға сәлем қыздар, қайырлы күн. Сіздермен Әсемнен рецептілер каналы. Бүгін сіздермен өте дәмді, сочный болып шығатын үй жағдайында стрипсы дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін анықтап қараңыз, және де барлығын толық анықтап түсіндіретін боламын. Бізге керегі осындай үйдегі кез келген тауық еті болады. Бір сан тауық етін алып, осының сыртын ашып аламын. Терісі қажет емес, сондықтан толық алып тастаған дұрыс. Барлығында терісін алып, толық тазалап алдым. Енді осында етіп, видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Қалың емес, осындай орташа қалыңдықта турап аламыз. Бізге өйткені піскен кезде өте ыңғайлы болу үшін, және де таза пісіп, хрустящий болып тұру үшін осындай етіп аламын. Турап алдым, мінекей енді ыдысымызға салып мариновкасын жасайтын боламын. Алдымен 1 шай қасық тұзымызды қосамыз, және де 2 шай қасық паприканы қосамыз. Тұзды дәміне қарай қосасыздар, және де жарты шай қасық қара бұрышымызды қосып, енді үккіштің осындай ұсақ көзімен 3 тіс чесногымызды өткізіп аламыз, немесе 4 тіс те болады. Мен 3 тіс қостым бұл жерде. Сарымсағымызды осындай майдалап аламыз, немесе өте ұсақ етіп турап алсаңыздар да болады. Енді жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді үстінен салқын 1 стақан су құйып, мұны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сосын мұның бетін жауып, тоңазытқышқа жарты немесе 1 сағатқа қойып қойға болады. Сонда бізде маринадымыз толық сіңетін болады, және дәмі шығатын болады. Енді кляр дайындайтын боламын. Бізге керегі осындай жарты немесе 1 стақан су, және де 1 жұмыртқа, және ұнымызды қосып араластырып аламыз. Бізде қаймақтың қоюлығы сияқты болса жеткілікті. Осыны венчикпен араластырып аламын, және де шым-шым тұз қосамын. Енді тағы да 1 ыдысқа ұнды дайындап алатын боламын. Ол үшін таза құрғақ ыдысымызға ұнды қосып, жарты немесе 1 шай қасық тұз қосып, және де 2 шай қасық паприка қосып араластырып аламын. Өйткені бізде стрипсиді осыған аунатып қуырып алуға қажет. Заттарымыздың барлығын дайындап қойдым қасына. Енді жаңағы дайын болған маринадымызды, яғни тауық етін алып, алдымен осы клярға аунатып аламыз, сосын ұнға аунатып, қызып тұрған майға, сұйық майға қуырып алатын боламыз. 2 жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Негізінде жаңағы дайын болған маринадтың суын төгіп жібереміз. Сосын осы клярға аударып аламыз әбден. Одан кейін барып ұнға аунатып аламыз. Ұнға паприканы қоспасаңыздар да болады, міндетті емес, тек оның өзіне аударып қуырып алсаңыздар да түсі өте әдемі болып шығады. Майымызды алдын ала сковородкада қыздырып аламыз. Газдың астын өте жоғарыға қойып қоямыз. Қаттыға қойып қою керек. Және де қызып тұрған майымызға осы тауық еттерін алып, қызыл түс болғанша қуырып аламыз. Пісу уақыты 5 минут. 4-5 минутта пісіріп аламыз. Және де осыны кез келген соустармен, немесе жаңағы үйдегі кез келген кетчуппен ұсынсаңыздар болады.
балалар сүйсініп жейтін астардың бірі. Сіз де жасап көріңіз, жасауға кеңес беремін. Және де сізге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп қойыңыз. Мына жерде тұрған подписаться бөлімін басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецептілермен бөлісетін боламын. Сондай-ақ каналдан кез келген рецепттің түрлерін көре алатын боласыздар. Сол үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Әсем. Сізде жасауға кеңес беремін. Мен секілді осындай кетчуппен ұсынсаңыздар, дәмі өте әдемі болады және де өте сочный болып шығады. Сізге ұнайтынына өте қуанамын.